шатлық болады. Соны дейтін мен бір кинода көріп едім, анда Алаш партиясы сол аша басқа бір облыстағы Қазақстанда сол басқа облыстағы ашаршылықпен көмектесу үшін малдарды жинап бір мыңдай 10 000-дай басқа неге көрсетті, облысқа, басқа жаққа. Сонда Алаш партиясы сол барынша халық үшін жұмыс істейді, көмектеседі. Енді 1920 жылы қазақ АКСР құрылады. Енді ол дейтін 21 жылы ЖЭС дейтін қабылданады, жаңа экономикалық саясат. Сол кезде енді керісінше азық-түлік салығы халыққа енді өзін кішкене бөлігін алып, енді көбірек қалдыра бастады, көбірек өзінің азық-түлігін десек болады. Енді бұлай сол кезде де думалар өтеді. Думаларға Алаш партиясынан қазақ зиялылары не істейді, қатысады енді соған. Сол кезде бірақ бір жыл өтпей, бір жылдан кейін сол думалардағы қазақтарды осылай шығарып алып, басқа қайтадан думаны өткізеді енді. Сол кездері енді 1936 жылға дейін. Содан кейін 1936 жылы қазақ КСР құрылады. Енді 1922 жылы КСР дейтін кәдімгі кеңес одағы енді құрылады. Сол азамат соғыстардан бәрінен кейін. Сол 1936 жылы Қазақстан АКСР атын ауыстырады, қайта құрастырылады дегендей қазақ КСР құрылады. Қазақстан кеңестік социалистік республика болады. Сол КСР-да енді бір мүшесі болып, одақтың мүшесі болады сол КСР-дағы дегендей енді. Солай енді. Сол КСР одағанша дейін солай болады енді. Қалай айтамын? Енді айтуған күткенім бар енді. 1931-1933 жылдары тағы да бір ашаршылық болады, голодомор. Сол дейтін халықтың көптеген бөлігі, миллиондай адам сол ашаршылықтан қайтыс болады. Көп адамдар, 100 000-дай адамдар Қазақстаннан көшіп кетеді. Ол дейтін барлығы ұжымдастырудың кесірінен болады. Ұжымдастыру ол халықтың малын айдап кетіп, барлығын КСР меншігіне алып кету, халықтан тартып алу. Сол 1936 жылы енді қазаққа КСР құрылады. Сол кездері индустриализация, жаңа зауыттар, өндіріс кәсіпорындары пайда болады. Әсіресе ұлы отан соғыс жылдарында, соғыс кездерінде енді Германия, Украина жақтарын соның бәрін басып алады ғой. Украина, Беларусь, сол жақтарын, батыс жағын. Сол жақтағы барлық зауыттарды әкеліп Қазақстан жерлеріне қойып қояды. Темір зауыты, металл зауыты, андай көңіл өңдеу, көлік өңдеу, ауыр көлік өңдеу сияқты сондай зауыттар, тамақ, азық-түлік фабрик өңдейтін
кәсіпорындар жерлері сол сияқты. Сонымен қатар сол кезде Қазақстан енді соғыстан кейінгі соғыс бітті, енді соғыстан кейін Қазақстан өнеркәсібі жоғары болады, енді экономикасы жоғары болады. Сол кезде енді 40-50 жылдары тың игеру кезеңі, тың игеру андай Целиноград сияқты егін егіп 1 миллиондай пұт алып, сол Қазақстан экономикасы көтереді. Бірақ оның минустары бар. Сол жерлерге енді шаруалар көшіп келеді, басқа ұлттар шаруалар. Сонда дейтін қазақтың пайыздық үлесі түседі, өте түседі. Сол минусы. Енді 4-ші тақырып КСР-ның ыдырауы, қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін алуы, Қазақстан Республикасының пайда болуы. Сол енді айтқым келетінім, 1986 жылы Дінмұхамед Қонаев қазақ КСР-ның басшысы болады, сол кездегі. Соны дейтін орнынан алып тастап, онына даладан келген бір Колбинді тағайындағысы келеді КСР несі билігі, кеңес билігі. Енді соған халық дейтін өзінің наразылығын білдіріп, 16 мен 18 желтоқсан аралығында көтеріліске шығады, митинг, өзінің наразылығын білдіреді, келіспейді. Сол кеңес шешіммен келіспейді сол кезде. Келіспейді. Сол дейтін митингқа неге көтеріліске шыққанмен, олар дейтін өте андай қалай басылады, аса қатал басылады бір сол кездегі андай су гидрантымен қыста аяз күні бадамдарға шашып, содан дейтін бірнеше адам қайтыс болып, сол енді аса қатал басылады сол көтеріліс. 1986 жылы сол көтеріліс енді басқа халықтарға түрткі болады. Оларға дейтін өзін ұлт санасын дейтін қалай келтіруге, ұлт санасының ашылуына ықпал етеді осы көтеріліс. Түрткі болады. Содан кейін 86 жылдағы көтерілістен кейін тағы басқа көтерілістер пайда болады. Соның әсерінен енді КСР әлсірейді, содан кейін ыдырайды. Солай. 1990 жылы енді егемендік жарияланады Қазақстан. Ал 1991 жылы уже тәуелсіздік алады. Сол тәуелсіздік алады. Өзінің президенті сайланады. Солай. Енді қазір мынау. Енді қазақ сол КСР-ның несінде болған, қалай КСР-ның астында, бірінші Ресей империясының астында, КСР-ның астында болған халық. Енді дейтін біз өзіміздің тарихымызды, дәстүрлерімізді қорытындай келе енді тарихымызды, дәстүрлерімізді білеміз, шығу тегімізді, ата-бабаларымыз есімізде.